жандарымыз. Мен болсам мен келгенге 2 ай болды. Өте үлкен денсаулық таптым. 22 жылдық қамбасымды тастадым. Белімнің аяғымның қисайып қалтаңдап жүретін болды жөлді. Тойға барсам да бар. Ой, сен не деген өзгергенсің деп. 12 келі 2 рет алға тазалап, 12 келі салмақ тастадым. Бұйырса енді бүрсігінен бастап өзім үйде тағы тазалағым келіп жатыр, дайындалып тұрмын. Тойымыз қой, тойда жүрдік, ары жүрдік, бері жүрдік. Одан да мықты денсаулыққа құлшынып, туыс туғандарыма үлкен денсаулық әкеліп бердім 2 ай ішінде. Кемінде өзімде 451 адам отырған тобым бар, денсаулық топ. Бұрында мен қамсыздандыруда істеген 17 жыл істеген қамсыздандыру идарамада бармай осы денсаулық адамның өмірде ең бақытты болу денсаулық қой. Ол қалып жайында қалды, біреу қамсыздандыру алам десе айтсам, алам демес айтпаймын. Әзіргі кезде осы марафоншы, осы алдыңғы беткі осы жолғы міне 38-ші марафонға 17 адам қатынасқан. Кешеден бері олардың айтқан сөзін естіп өзім жыладым. Қан таппай маған өмір сыйладың деп айтқан қыздардың сөздеріне кәндім болдым. Кейбір жабыққан қыздар бар екен, кейбір таң атқан шықтай алмайтын қыздар бар екен, ақпайлар бар екен. Сол кісілердің сөзін естіп, осындай барлық әр қазақ менің жалғызым деп, барлық ұлтымызға осыны тодырқан адам тәуекел алып, қаншама сол өнім бермей жатқан адамдар деген қаншама көп. Осыларға біз дұрыс осы керемет жемедай өнімді маңайымызға нұрымыз шашуымыз керек екен. Денсаулық тапқанда енді мен сондай көзіме 22 жыл көзінек тағатымын, өйткені мен қамбасымдағы мен 22 жыл істеп бауырым бітіп кеткен кезекте мен көзім көрмей қалды. Адамдарды бұлдырлап көрмедің ғой, адамдардың өзі. Мен лауқа житта теңді қылдым, көздің алыс сақымды үрінжігі бар, ол көзінекті 2 көзінек кезек-кезек сөйіп, градусым деген 350-ге шыққан. Әзір көзінек тақпаймын, телефонның ұсақ жазуға дейін көремін. Осындай керемет асылда жасыл өнімді алып келген осы жердегі біздің жұмысымыздың керемет өніміне басын дейіп рахмет айтамын. Синжанға алып келіп жатқан ардақ қызға рахмет айтамын. Осыған зорлықты түрде 22 жыл халыққа қамсыздандырса жүрген балалардың жетіп өлесің ба, себез мен ұсағын анау аяғың анау. Одан да осыған сен бір денсаулық тап деген 36 жыл доғдыр болып, мен жетексім доғдыр болатын. 36 жыл доғдыр болып, мен қамбасым ауруды сақайтып көрмедім. Тек қана теңсеп беріп тұрдым, қамбасым жасып көрмедім. Бірақ осыдан 300 болып істеген қалыптан 300 қанша адам қамбасын сақайттым деген міне. Дәл сол сақайған адам мен нағайыстесін рахмет. Өте керемет, осыны тұтынған адамдар, ойланып отырған адамдар, екіленбей тұтыңыздар, екіленбей ойланбай тұтыңыздар. Ауыздарыңызға өнім барғанда өз-ақ сөйлетеді. Жаңа мықты жетекшілер, жаңа марафоншылар сөйлеп жатыр ғой, барлық сіңірған сындық. Осыны тұтынған адамдар асылда жасыл, бақытты жандар деп айтамын. Жаңа ортада марафоншылар шығалмай шыққаннан кейін мен енді сөйлегім келіп сөйлеп жатырмын. Біздің осы 400 жылдардан бері үлкен жетпістен жасқан бір ақпайларымыз бүйрегінен тасын түсіріп өнім көріп, сол кісілер айтса біз сенбеппіз басында. Артынан білеміз, расында бақытты жандар деп айтамын. Таң бозынан шығып, осы халыққа осы жақсылық жеткізіп, мына мықты жүргізуші қыздар, жүргізуші жетекшілер 38-ші, 37, 36 деп таңнан соған жауап береді, бір күн отырады. Сұрағанына халыққа жауап береді, 10 тиын ақша алып шыққан жоқ. Осындай мықты қайраткер қыздарға, қайраткер жетекшілерге басын дейіп рахмет айтамын. Керемет тұтынған жандардың бәрі бақытты жандар ғой, барлықтарын жақсы көремін. Қорықпай тұтыңыздар, ойланып отырған бүгінгі шыққан, егер тыңдап шынма өтіп келе отырған кісілер ойланбай-ақ, қорықпай-ақ тұтыңыздар, өнім деген керемет. Өздеріңіз-ақ сөйлесіңіз. Рахмет алтын қыздар, енді жаңа адам жоқ ойын ортасында жақсы жеткізгім келіп тұр ортада пысып. Керемет бұл өнімді айтар жоқ.